Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен өте дәмді әрі керемет шығатын профитроли рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды, сары майымызды және де тұзымызды салып, орташа отта ерітіп және қайнатамыз. Майымыз еріп, суымыз осылай қайнай бастаған кезде газымызды сөндіріп, ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз да, сосын газымыздың астын қайтадан орташа отқа қойып, ылғалы кеткенге дейін жақсылап араластырамыз. Орташа отта тестамызды 2-3 минут араластырып ұстаймыз. Осылай ыдысымыздың түбі ағара бастаған кезде, яғни ұнымыз қатып жатқан кезде, газымызды сөндіреміз де, тестамызды басқа ыдысқа салып, суығанын күтеміз. Заварной тестамызды суытып аламыз, қатты суымай, жылы болуы қажет. Сосын жұмыртқамызды бір-бірден сала отырып, жақсылап араластырамыз. Заварной тестамызға жұмыртқаны салған кезде осылай лопаткамен араластыру қажет. Жаңағы венчикпен немесе миксермен араластыруға болмайды, себебі арасына ауа кіріп кетеді. Егер сіздерде жұмыртқаларыңыз үлкен болса 3,5 жұмыртқа, ал кішірек болса 4 жұмыртқа қолданасыздар. Жұмыртқаны бір-бірден салып, осылай араластыру қажет. Барлығын бірден салуға болмайды. Бір-бірден салып араластырған өздеріңізге ыңғайлы болады. Менің жұмыртқаларым үлкен болғандықтан 3,5 жұмыртқа қолдандым. Бір жұмыртқаны осылай араластырып алып, жартысын салдым. Тестамыз осындай сұйықтықта болуы қажет, сосын кондитерский мешогымызға құямыз. Кондитерский мешогымызға құйып алғаннан кейін табамызға құйып шығамыз. Мен кондитерский мешогыма осындай насадканы салып, противенге құйып шықтым. Егер сіздерде кондитерский мешок болмаса, жай ғана қасықтың көмегімен құйып шықсаңыздар болады. «190 градуста қызып тұрған пешімізде 25 минут пісіріп аламыз. Профитролилеріміз пісіп жатқан кезде духовканың есігін мүлдем ашуға болмайды, себебі профитролилер басылып қалады. Мен профитролилерді 2 түрлі насадкамен құйып шықтым. Екіншісі осындай түрі. Міне профитролилер пісіп шықты. Енді суығаннан кейін спашканың немесе суши таяқшаның көмегімен осылай тесіп шығамыз. Профитролилер тесіп шыққаннан кейін осылай кремімізді құйып шығамыз. Кремнің жасалу жолын видеоның астында сілтемесін қалдыратын боламын.
Кремнің бәрін құйып шықтық. Енді өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осылай шоколадпен сәндеп шықтым. Міне осымен біздің профитроли дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.